Сәлем достар, бүгін біз 3 ингредиенттен дайындалатын өте дәмді, өте оңай безе дайындайтын боламыз. Бұл безелерді торттарды безендіруге, шаймен ішуге болады. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ақуыз бен қантты салып, су моншасына қойып, қантты ерігенше араластырып тұрамыз. Біздің безе жасайтын ыдысымыз міндетті түрде құп-құрғақ болуы керек. Ешқандай судың тамшысы, майдың тамшысы болуға болмайды. Біздің қантымыз толықтай еріген соң ғана оттан аламыз. Енді бұл массамызды миксердің жай жылдамдығынан бастап аппақ болғанша миксерлейміз. Безе жасағанда ыдысымыз, венчиктер, қасық барлығы тап-таза болуы керек. Ешқандай су тиіп, май тиіп қалмауы керек. Олай істейтін болсақ, біздің безелер шықпай қалады. Беземіз дайын болып қалған кезде үстіне қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап 1 минут миксерлейміз. Біз беземіздің дайын болғанын ыдысты төңкеріп немесе қолымызбен тексерсек болады. Ыдысты төңкергенде бұл ақуызымыз ағып кетпеуі керек. Дайын беземізге әртүрлі бояғыштар қоса беруімізге болады. Сұйық немесе ұнтақты бояғыштар қоса беруімізге болады. Бірақ та мен ешқандай бояу қоспаймын. Осылай кондитерлік қапшыққа салып, әртүрлі насатканы қолдана беруімізге болады. Протеинге әртүрлі гүл пішіндес, әртүрлі қылып орната береміз. Формасын өздеріңіз білесіздер. Безені осылай үлкен қылып жасап, ортасына ағаш таяқшаны тығып қойып жасасаңыздар болады. Біз ол безелерді торттың бетіне қадап қоюымызға болады. Сосын осындай кішкентай безелерімізді шай ішуге, кәмпит ретінде қойсаңыздар өте керемет болады. Бұл безелерімізді 80 градуста 2,5-3 сағаттай кептіреміз. Бөлме температурасында да кептіруге болады, бірақ та ол тым көп уақыт алады. Дайын безелерімізді духовкаға жібермес бұрын осылай үстіне әртүрлі сеппе сепсеңіздер де болады. Біздің дайын безелеріміз міндетті түрде осылай қытырлақ болып қытырлап тұруы керек. Сосын ұрғанда іші бос сияқты болып қытырлақ дауыс шығады. Міндетті түрде осылай тексеріңіздер.